Раньше, когда деньги были у казачат на сникерс, они не покупали сникерс, они ели мясо. А теперь у казачат даже денег на сникерс нет. И они начали жестко тормозить. Раньше хоть у единиц были деньги на сникерс, таких как я, покупал, и я не тормозил. А тут сейчас сникерс дорогой, все вот подорожало у казачат. И тормозят наше развитие казачата. Думают только о том, как бы себя прокормить. Зачем они нам нужны? На войну надо их отправлять. Ничего не могут самого своего придумать. Все уже придумали за них. Поэтому казачата просыпаются, либо мы их насильно на войну отправим. И они с радостью пойдут. Потому что деньги главное для казачата. Если вы посмотрите на другие страны и увидите статистику, страны, которые умеют митинговать, они всегда живут лучше. Вот. Мы в Америке почему лучше всех живем? Потому что у нас здесь каждый день митинги, по нескольку митингов на каждый город, еще в каждом городе. Енді олар айтып отыр, баяғы заң жүзінде біздің паспорттарымызды, документтерімізді, құжаттарымызды тексерді. Барлығы заңды, содан айтады, жаңағы қарсы келуге, ұрсуға, боқтасуға, ұруға, бірдеңке лақтыруға болмайды деді. Жоқ, біз осы жерде 3-4 айдан бері осы жерде тұрмыз. Біз осы жердің заңын жақсы білеміз. Біз ондайға бармаймыз дедік. Ал жаңағыда ананы да мысалы мен рұқсат сұрап алдым да, менің көз алдымда тұрды ғой екі полис. Бар сөйлесуіме бола ма деді. Болады деді. Неге жаңағы неге шақырттыңдар деді. Мен айттым жаңағы, бұда енді адам ғой, бұлар да адам, бұлар тірі ма өлі ма біз білмейміз, біз содан алаңдап жатырық, біз соны білгіміз келеді. Негізі біз өзіміздің арызымызды беруші едік, беріп те жүргенбіз, шығып алатын. Ал бүгін ешқандай да демалыс күн емес, бірақ ешқандай бұлардың көлеңкесі де көрінбейді. Біз жалпы алаңдаушылық білдіріп жатырық. Жаңа Тоқаевтың қаңғырған оқтары сол ошаққа жетіп қалуы мүмкін 4 жылдан бері. Кеп осылардың басына қарғыс болып тиюі де мүмкін. Мысалы дұрыс қой да, бәрі мүмкін Қазақстанда. Рас қой, Тоқаевтың айтуынша бәрі мүмкін Қазақстанда. Сөйтіп бір оқпен бәлкім ішінде отырған 4-5-еу, бірақ ананы білесіз ғой, Нұрғадыловтың да бір оқ қанша өзін өзі 3 рет атқанда Қазақстанда бәрі мүмкін. Сол Тоқаевтың бір оқ қаңғырып кеп ананың миынан шығып